Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видео сабағымды сіздермен бөліскелі отырмын. Алдымен видеоны көрмес бұрын каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Размерін 16-16 см астармата аламыз. Осылай бүктеу арқылы дәл ортасын тауып аламыз. Астарлыққа қалаған маталарыңызды алсаңыздар болады. Шыт мата, бөз мата, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне ортасын тауып алдым. Ортасындағы көзі 4-4 см дәл ортасына қойып, айналдыра тігіп шығамыз. Кейбір тігісте өлшемді лапканың бойымен алады, ал мен мұнда 0,5 мм өлшемдікпен тігіспен өлшеп тігіп алдым. Лентамыздың ені 3 см. Міне 0,5 см өлшеммен тігілген тігісті біз лентаны сол тігістің бойына қоямыз. Яғни әрбір тігісті біз линейка ретінде қолданамыз. Құрағымыз жатыңқы әрі түзу болу үшін екінші мәрте қайтарып тігіп жатырмын. Мұнда байқап қарасаңыздар, жаңадан үйреніп келе жатқан қыз-келіншектер түзу тігуді үйренгісі келсе, дәл осылай тігіп көруді ұсынар едім. Ортасындағы көзіне мән беріңіздер. Егер ортасындағы көзі түзу болса, демек аяғына дейін сол түзулікпен құрақты құрап шыға аласыздар. Біздің тігіп жатқан құрағымыз тырна ши құрағы болғандықтан, енді тырналарын қойып шығамыз. Тырнамызды төрт жағына қоямыз. Бұл тырнаның өлшемі 5-5 см. Міне осылай әр қатарымызды қайталап тігіп отырамыз. Яғни құрағымызда 4 қатар болады.
Үшінші қатарымызды аяқтап қалдық. Енді бізде төртінші қатарымыз қалды. Міне мына жерде соңғы лентамызды түзу қоямыз. Өйткені астарлы матамен бірдей болып шығу керек. Міне құрағымызда аяқталайын деп қалды. Егер видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар және өз пікірлеріңізді де жазуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай тырнағымыз біркелкі түзу болып шықты және әрбір ленталары да жатыңқы. Астар матамен бірдей етіп 16-16 размердегі құрағымызды тігіп шықтық. Келесі кездескенше сау болыңыздар және менің каналыма тіркеліңіздер.